Сәлем құрметті достар, бүгінгі біздің тақырып массажға қарсы көрсеткіштер. Яғни, қандай жағдайда массаж жасауға болмайды? Біріншіден айта кететін жағдай, баланың дене температурасы жоғары болған жағдайда, және де ЖРВ, тағы да басқа сол сияқты жұқпалы аурулармен ауырған кезде жасамаймыз, және де іріңді процестерде құрысулар, судороги деп аталады. Осындай жағдайда жасамаймыз. Қан кету үдерістерінде, диатезбен, терінің басқа да тағы аллергиялық реакциялары бар кезде жасамаймыз. Және де диарея кезінде, іштің өтуі кезінде жасамаймыз. Және де тіс шыққан кезде, баланың мазасы кетіп, ондай жағдайда баланың мазасы кетіп, температурасы көтеріліп, сондай жағдайда массаж жасамаймыз. Ал қалған жағдайда, мысалы үшін, бала өзін жақсы сезінсе, күніне 2 уақыт балаға массаж жасап отыру қажет. Видео пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдырып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған Балжан. Балаларымыз ауырмасын, аман болыңыздар.